Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз ион алмасу реакцияларымен танысамыз. Ион алмасу реакциялары дегеніміз қосылыстар құрамындағы бір немесе бірнеше иондық компоненттермен алмасатын реакция түрі. Ион алмасу реакциясының схемасы мына суретте көрсетілген. Бұл жерде көріп тұрғандай бізде екі реагент, бұл АБ қосылысы мен СД қосылысы. Олар бір-бірімен әрекеттескен кезде мына Б және Д компоненттері бір-бірімен алмасады. Нәтижесінде бізде жаңа өнім түзіледі. А және Д компоненттерінен құралған бір қосылыс. Екінші қосылыс бұл С және Б компоненттерінен құралған екінші қосылыс. Ион алмасу реакция кезінде әдетте бірдей зарядтары бар иондық компоненттер алмасады. Мысалы, АБ қосылысында А катион мен Б анион болсын, С катион мен Д анион болсын. Яғни бізде аниондар бір-бірімен алмасады. АД және СБ түзіледі және осындай реакция болады. Әдетте ион алмасу реакцияларын тотығу-тотықсыздану реакцияларымен салыстырады. Ион алмасу реакциясының тотығу-тотықсыздану реакциясынан ең басты айырмашылығы ион алмасу реакция кезінде атомдардың тотығу дәрежелері өзгермейді. Атомдардың тотығу дәрежелері өзгермейтіндіктен бөлшектердің зарядтары өзгермейді. Яғни ион алмасу реакциясына қатысатын мына иондардың, алмасатын иондардың заряды өзгермейді, олар тап сол күйінде қалады. Екіншіден, әдетте ион алмасу реакциясы сулы ерітіндіде жүреді. Яғни мына А, Б және С-ді қосылыстары біз олардың ерітінділерін алатын болсақ және осы ерітінділерін араластырып бір-бірімен әрекеттестірсек, бізде ион алмасу реакциясы жүреді. Алайда осы А, Б және С-ді қосылыстарын мен температураны көтеріп балқытатын болсам, олардың балқымасында да реакция, ион алмасу реакциясы жүру мүмкін. Алайда сулы ерітіндіде бұл ион алмасу реакциясын жүргізу жеңілірек болып келеді. Ал енді ион алмасу реакциясын тәжірибеде көрейік. Бізге мына жерде екі ерітінді берілген. Бұл натрий хлорид ерітіндісі және күміс нитрат ерітіндісі. Бұл екі қосылыс иондық құрылымы бар қосылыстар, яғни олар қатты күйінде иондық кристалл торын түзейді. Алайда мына екі зат бізде ерітіндіде берілгендіктен, ерітіндіде бізде мысалы натрий хлоридына қарайтын болсақ, натрий катиондары мына көк түспен және қызғылт түспен хлорид аниондары берілген. Олар ерітіндіде бос ион күйінде болады. Әрине бұл иондар су молекулаларымен қоршалып тұрады. Бұл жерде мен су молекулаларын көрсетпей тұрмын. Тап солай күміс нитратында бізде күміс катиондары мен нитрат аниондары бос күйінде осылай ерітіндіде жүреді. Ал енді осы екі ерітіндіні алып, бір-бірімен араластырып әрекеттестірейік. Натрий хлоридін аламыз. Және бұл ерітіндіде енді күміс нитратын қосамыз. Және күміс нитратын пипетка арқылы қосқан кезде, назар аударыңыз, бізде жаңа бір суда ерімейтін ақ түсті қатты зат түзілді. Бұл ақ түсті қатты зат күміс хлориді болып келеді. Яғни мына күміс катиондары мен хлорид аниондары ерітіндіде кездескен кезде осындай иондық құрылымы бар суда ерімейтін зат түзіледі. Ал енді натрий катионы мен нитрат анионы қайда? Олар осы ерітіндіде әлі бар. Яғни натрий катиондары мен нитрат аниондары, натрий нитраты түзілген кезде ол суда ериді, сондықтан ол мына жерде ерітіндіде бос күйінде осы иондар болады. Енді осы реакцияның теңдеуін жазып көрейік. Жаңа айтқандай, бізде натрий хлориді ерітіндіде берілген. Ерітіндіде деген сөз мына олар бос күйінде натрий катиондары мен хлорид аниондары сулы ерітіндіде осылай бос күйінде болады. Сонымен қатар менде күміс нитраты бар. Ол да ерітіндіде болады. Енді бізде осы екі ерітіндіні араластырғанда ион алмасу реакциясы қалай жүрді? Бізде мына жерде хлорид анионы бар және нитрат анионы бар. Осы екі анион бір-бірімен алмасады.
Нәтижесінде бізде күміс хлориді түзіледі. Және күміс хлориді жаңа көргендей суда ерімейді, яғни ол қатты зат болып қалды, Q деген қатты зат. Және натрий нитраты түзіледі. Натрий нитраты суда ериді, сондықтан суда диссоцияланып бос иондар күйінде болады. Енді бұл реакция теңдеуін біз басқаша да жаза аламыз. Яғни натрий хлоридтері мына суреттен көріп тұрғандай бос иондар күйінде болады. Сондықтан мен натрий хлоридін диссоцияланған түрде жазып көрейін. Менде натрий катионы болады ерітіндіде, және хлорид анионы ол да ерітіндіде болады. Күміс нитратында да тап солай. Күміс нитраты суда диссоцияланады күміс катионымен нитрат анионына. Ал күміс хлориді жаңа тәжірибеден көргендей суда ерімейді. Суда ерімейтін заттарды біз әдетте диссоцияланбайды деп айтаймыз. Яғни мына күміс хлориді күміс катионы мен хлорид анионына әдетте суда диссоцияланбайды. Негізінен ол суда диссоцияланады, бірақ диссоциялану деңгейі өте төмен болады. Сондықтан мен осы күміс хлоридін тап сол күйінде жазамын. Яғни оны диссоцияланбайтын күйінде жазамын. Күміс хлориді тап сол күйінде қалады. Ал натрий нитраты суда диссоцияланады натрий катиондары мен нитрат аниондарына. Бұл теңдеу толық иондық теңдеу деп аталады. Яғни толық иондық теңдеуде суда еритін диссоцияланатын заттарды диссоцияланған түрде жазамыз. Енді осы теңдеуде теңдеудің сол және оң жағындағы бірдей иондарды қысқартамыз. Ол қандай иондар? Бұл натрий катионы мен нитрат анионы. Нәтижесінде бізде не қалды? Бірінші катионды жазамыз. Бізде күміс катионы қалды. Және хлорид анионы қалды. Не күміс хлорид тұнбасы. Яғни мына теңдеу бұл қысқартылған иондық теңдеу деп аталады. Қысқартылған иондық теңдеу бізде ерітіндіде іс жүзінде жүріп жатқан химиялық өзгерісті көрсетеді. Яғни мына екі ерітіндіні біз араластырған кезде күміс нитраты мен хлорид аниондары бір-бірін кездестіріп, күміс хлоридін түзейді. Күміс хлориді суда ерімейді және нәтижесінде ол осындай қатты зат болып қалады. Яғни мынау бізде химиялық өзгеріс. Бізде бос күйінде жүрген иондар болды. Реакциядан кейін олар бос күйінде болған жоқ, олар жаңа ион құрылымы бар затты құрды. Сондықтан қысқартылған иондық теңдеу ерітіндіде жүріп жатқан химиялық өзгерісті, химиялық реакцияны көрсетеді. Ал мына натрий катионы мен нитрат аниондарын ағылшын тілінде spectator ion деп атайды. Қазақ тіліне тура аударатын болсақ, көрермен ион. Яғни олар химиялық реакцияға қатыспайды, олар ерітіндіде көрермен ретінде болады. Мен ChatGPT-ден кинотеатрдың суретін салуды сұрадым. Мына суретке қарайтын болсақ, бізде мына кинотеатр залында натрий және нитрат катиондары көрермен ретінде отырады. Ал мына жерде, мына экранда біз ерітіндіде іс жүзінде жүретін химиялық өзгерісті көреміз. Күміс катион мен хлорид анионы арасында күміс хлоридінің түзілу реакциясы. Енді тағы бір реакцияны жазып көрейік тәжірибесіз. Бұл калий нитраты мен кальций хлориді арасындағы реакция. Мен осы екі затты жазып аламын. Менде калий нитраты берілген. Әрине олардың ерітінділері. Осы ерітіндіге мен кальций хлоридінің ерітіндісін қосамын. Нәтижесінде ион алмасу реакциясы қалай жүреді? Бізде мына жерде нитрат анионы мен хлорид анионын алайық. Олар арасында алмасу реакциясы жүреді. Нәтижесінде калий
хлориді түзіледі. Бұл жерде калийдің заряды 1+, хлорид анионның заряды 1-, сондықтан 1+ пен 1- эмпирикалық формуласы 1/1 болады, яғни калий хлориді болып қалады. Сонымен қатар менде кальций нитраты түзіледі. Кальций катионы, бізде кальций екінші топта орналасады, сондықтан оның заряды 2+, нитрат анионның заряды 1-. Бұл жерде 2+ үшін маған 2- қажет, сондықтан мына нитрат анионын мен 2-ге көбейтемін. Сонда менде 2- болады. Енді мен мына зарядтарды алып тастаймын. Енді осы заттардың суда ергіштігін тексерейік. Ергіштік кестесін алып қарайтын болсаңыз, калийдің біріншіден калийді алайық. Калийдің барлық тұздары суда ериді. Сондықтан мен калий хлоридін суда еритінін білемін. Калий хлориді бізде суда ерігендіктен ол ерітінді күйінде болады. Кальций нитратын тексерейік. Нитраттың барлық тұздарын тексеретін болсаңыз, нитраттың барлық тұздары бізде суда ериді. Сонда кальций нитраты да суда еріп, ерітінді күйінде болады. Енді бұл теңдеуді теңестірейік. Бірінші катиондарды қарайық. Калий біреу, кальций біреу. Алайда мына жерде бізде хлорид анионы біреу, мына жерде хлорид анионы екеу. Сондықтан мына жерге 2 қоямыз. Нитрат катионы мына жерде біреу, ал мына жерде нитрат катионы екеу. Сондықтан нитраттың алдына, мына жерге калий нитраттың алдына 2 қоямыз. Ал осылай 2 калий мен 2 калий бізде теңесіп, бұл теңдеу теңестірілді. Енді бұл теңдеу үшін толық иондық теңдеуді жазып көрейік. Бұл үшін мен әрбір суда еритін затты диссоцияланған күйінде жазамын. Бірінші калий нитратынан бастайық. Калий нитраты калий катионымен, ол ерітіндіде бос күйінде болады, және нитрат анионы ыдырайды, ол да бос күйінде ерітіндіде болады. Мына 2 коэффициенті калийдің алдына және нитраттың алдына 2 болып көшеді. Кальций хлориді, кальций катионы, заряды 2+, және хлорид. Мынау бізде хлорид анионы. Хлор 2 деген ион болмайды. Бұл 2 индексі хлорид анионның алдына 2 болып көшеді. Ол да ерітіндіде болады. Калий хлориді, калий плюс, және хлорид минус анионына ыдырайды. 2 коэффициенттің алдарына 2 ретінде көшіремін. Және кальций нитраты, кальций 2+, және NO3 минус, мына 2 индексін біз алдына 2 етіп көшіреміз. Осылай ыдырайды. Бұл бізде толық иондық теңдеу. Ал енді бұл реакцияға назар аударатын болсаңыз, реакцияның сол жағындағы барлық иондар мен реакцияның оң жағындағы барлық иондар қысқарады. Нәтижесінде бізде қысқартылған иондық теңдеу болмайды. Яғни калий плюс пен калий плюс, NO3 пен NO3, кальций 2+ пен кальций 2+, хлорид және хлорид иондары қысқарып кетті. Бұл не деген сөз? Бізде мына жерде қысқартылған иондық теңдеу жоқ. Ал қысқартылған иондық теңдеу бізде ерітіндіде жүріп жатқан химиялық өзгерісті көрсетеді. Егер қысқартылған иондық теңдеу болмаса, бұл ерітіндіде ешқандай химиялық өзгеріс жүрмейді екен. Бұл неліктен? Мына суретке қарайық. Мына суретте менде калий нитраты көрсетілген. Калий нитраты ерітіндіде бос иондар күйінде болады. Мынау менде кальций хлориді, көк сұр түспен кальций иондары, мынау бізде хлорид аниондары. Осы 2 ерітіндіні араластырған кезде бізде суда еритін 2 зат түзілді. Яғни бұл 2 зат суда ериді, суда еріген кезде ол да бос иондар күйінде болады. Яғни бұл жерде иондармен ешқандай өзгеріс болған жоқ, бізде жаңа қосылыс түзілген жоқ. Иондар бізде ең басында бос күйінде болды, әрекеттескеннен кейін олар сол бос күйінде қалды. Яғни ешқандай өзгеріс болған жоқ. Бұл не деген сөз? Ерітіндіде іс жүзінде ешқандай химиялық өзгеріс жүрмейді. Яғни есіңізде сақтаңыз, егер сізде қысқартылған иондық теңдеу осылай болмаса, бұл не деген сөз? Бұл ерітіндіде химиялық өзгеріс жүрмейді деген сөз. Ал енді мына видеода біз ион алмасу реакцияларымен таныстық. Келесі видеоларда
біз ион алмасу реакцияларымен тереңірек танысамыз және жаттығу есептерді шығарамыз. Бұл видео ұнаса лайк батырмасын басып, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар және біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.